Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен картоппен дайындалатын хамир хасибтің рецептісімен бөлісетін боламын. Өте дәмді болып шығады, жасалуы оңай, жасап көріңіздер. Біз ыдысымызға алдын ала ұнымызды салып алдық. Енді оны илеу үшін суын дайындаймыз. 300 мг жылы суымызға 1,5 шай қасық тұзымызды және де 1 жұмыртқаны салып, тұзымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Тұзымыз ерігеннен кейін қамырымызға 2 бөлікке бөліп құямыз және де қамырымызды илеп аламыз. Барлық керекті заттардың мөлшерін видеоның астында описаниеге жазып кететін боламын. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып қолдап қойыңыздар. Алда шығатын жаңа рецепттерді жіберіп алмас үшін каналға жазылып қойыңыздар. Қамырымызды толықтай біріктіріп алғаннан кейін 5 минут мөлшерінде иін қандырып қайтарып илейміз. Қайтарып илегеннен кейін бізде бір тегіс орташа қаттылықтағы қамыр шығады. Осы қамырымызды ыдысымызға салып, бетін жауып, жарты сағатқа тынықтырып қоямыз. Біз салмасын дайындайтын боламыз. Сәбіз, пияз, картоп, құйрық май және де тартылған етті қолдандым. Салмасы нәрлі болу үшін пиязымызға тұзымызды, қара бұрышымызды салып, жақсылап араластырып аламыз бірінші, сосын барып қалған салмасын араластырамыз. Барлығын араластырып алдық. Енді күрішімізді қосамыз. Күрішті алдын ала жуып тазалап алдық. Көп қосудың қажеті жоқ. 120 грамм мөлшерінде қоссаңыздар жеткілікті. Ортасын көп қоссаңыздар құрғақ қылып жібереді. 30 минут өткеннен кейін қамырымызды алып, нантақтайымызға бір басып өтеміз. Және де қалауларыңызға қарай 2 бөлікке немесе 3 бөлікке бөліп, қамырларымызды күжелейміз. Керекті қамырымызды алып, қалған бөлігін қайтадан бетін жауып қойып қоямыз. Күжелерімізді жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Біз қамырларымызды орайтын болғандықтан жұқа етіп жайып алғандарыңыз дұрыс. Қамырды дәл осы рецептпен илеген болсаңыздар, сіздерде жыртылмайтын, өте жұмсақ қамыр шығады. Осы қамырды толығымен жайып алғаннан кейін жұп-жұқа етіп бөліктерге бөліп кесіп аламыз. Бізде манты әзірлеген сияқты 4 бұрышты қылып кесеміз. Және де кесіп алған бөліктерді нантақтайымызға біртіндеп орналастырамыз. Салмасын шетіне қарай бір жиегіне салып, видеода көрсетілгендей етіп орап шығасыздар. Қарап отырсаңыздар, тек екі жағын бекітіп орайсыздар, ешқандай уақыт алмайды. Манты қазанға орналастырған кезімізде астыңғы 3 бұрыш осы шығып тұрған бөлігін ашылып кетпес үшін төмен жаққа қаратамыз. Жақыннан тағы да көрсетемін. Манты қазанымызды алдын ала майлап, 35-40 минутта пісіріп аламыз. Өте дәмді тағам шығады. Жасап көріңіздер. Егер де жасап көрген болсаңыздар, комментарийге жазып кетіңіздер. Ас болсын.